4-ші сыныптың математика сабағы есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік. Бүгінгі сабақта сенің білетінің тікбұрышты параллелепипед пен текше көлемін табу формуласы. Биіктік, ен, ұзындық, көлем шамаларының өзара қатынасын пайдалануды үйренетін боласың. Тікбұрышты параллелепипед қораптың көлемін табайық. Ұзындығы 10 см, ені 7 см, биіктігі 2 см. 10-ды 7-ні 2-ні көбейткен кезде 140 куб сантиметр шығады. Текшенің көлемін табу үшін оның 3 қабырғасын көбейтеміз. Мына ойын текшесінің көлемін табайық. Оның қабырғасы 4 см. 4 см-ді 3 рет көбейтеміз, 64 куб сантиметр. Ал енді тікбұрышты параллелепипедтің белгісіз қабырғасын қалай табуға болатынын анықтайық. Белгісіз қабырғасын табу үшін көлемді белгілі қабырғалардың көбейтіндісіне бөлеміз. Көлемі 8 см куб текшенің қабырғасын табу үшін оны қандай да бір бірдей 3 санға көбейткенде шыққанын анықтаймыз. Санның көбін есімізге түсіреміз. 8 деген бұл 2 деген санның көбі. 2-ні 3 рет көбейткенде 8 шығады. Жауабы текшенің қыры 2 сантиметр. Сандардың квадраты мен кубының мәнін қалай табуға болатынын есімізге түсіріп, есептеулерді орындаймыз. Оқулықтың 130-ші бетіндегі бірінші мысалға қара. Бірінші бағанда санның кубын тауып алып, азайту және қосу амалдарын орындайсың. Екінші бағанда санның квадратына сандарды қосасың және азайтасың. 4-ші есептің А бөлігінде бөлменің ұзындығы 7 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр делінген. Бөлменің көлемін және еденінің ауданын табу керек. Бөлменің көлемін табу үшін ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Ал еденінің ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Мына суретке қара. Онда тікбұрышты параллелепипед пішінді ағаш келтегінен қабырғалары 5 см болатын текше пішінді ойып алынды. Ойығы бар ағаш келтегінің көлемін тап. Ол үшін не істейсің? Тыңда. Алдымен параллелепипед пішінді ағаш келтегінің көлемін тауып аламыз. 9, 8 және 6 сандарын көбейтеміз. Екінші қадам. Енді ойып алынған текшенің көлемін табамыз. Оның қыры 5 см болатын қабырғалары. Демек, 5-ті 3 рет көбейтеміз. Сонда біз ойып алынған текшенің көлемін табамыз. Ал енді ойығы бар ағаш келтегінің көлемін табу үшін тікбұрышты параллелепипед пішінді ағаш келтегінің көлемінен ойып алынған текшенің көлемін азайтамыз. 8-ші есептің А бөлігіндегі жасыл түсті фигураның көлемін тап. Ұзындығы 5 см, ені 2 см, биіктігі 3 см. Орындап болған соң, ұстазыңа жіберуді ұмытпа. Балалар, бүгінгі сабақта есеп шығару кезінде шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі арасындағы тәуелділікті қолдандық.